Күн яхшы болсын, Алина. Яшымыз. Алина, сен қайсы ауылдан? Мен Теректі мектеп ауылынан. Теректі мектеп. Мында туған, мында өскем. Міне өңірлерде ортақ білімдендіру мектебін құтылдың. Мен сені көптен алғыстаймын. Сау болыңыз. Міне қайдай белгілермен тауыстың мектепте? Мен 11 жыл құрбеслерге оқығам. Машалла, машалла. Сөйтіп, Алла берсе таңғы қызыл аттестаттан медаль алайықпын. Қайырлы сәтке. Сау болыңыз. Ақ өріктен алғыстаймын. Міне тәне күндерде бірлік өкіметтік экзаменлерді беруде сен 100 балл алдың. Ол зат икон өктемлік Дагестан Республикасының көп милләтлі регион арасында біздің оғай қазалық 100 балл алғаны. Сөйткенде міне не зат айтпа боласынды білім яшауда яс адамға не зат береді? Мен айтпа болам білім bizim yaşaуда адамға көп зат береді. Неге десе білімлі адам әр жерде ішлеп көп затаға да етеді. Міне сенің алдыда қайдай мұратларың бар? Мен Алла берсе аттестат алып тұрып, яғниқа документтарын тасым келеді, поступать етім келеді экономический факультетқа. Мұрадым Москва қала түспігі, ама озаты мен біліп болмайақым. Бақтыңа көреді, е? Сөйткенде Алина айтып өсті, енді айелің ақында. Міне айелді неше бала болып өскөсіз? Менің айелімді 3 бала. Менің алды ақам Тамерлан туған, менің соң бебім Емерлан туған. Міне айелді қайдай ес беріледі ата-ана жағыңыздан білім алуға балаларға? Кішкі заманнан алып атам-анам біздің оқымысқа қараған. Атам әр күнді бізге кішкі заманнан алып айтуда еді, айтатан еді, оқу керек, адам сау яшау оқу керек деп, бірді тоқтама керек деп. Анамыз да бізге қарайтан еді, оқымысқа, несімізге әрі өтіп бізді әзірлейтан еді, үдерсілерге, нелерге. Міне бірінші ноға ярықландырушысы Абдухамид Шашанбиұлы Жанибеков айтқан, оқу білім азығы деген. Сөйткен заманда сен оның айтқан сөздерімен ұнасасыз ма? Аха. Яс адамге әлбетте яшауда білімлі болу керек, неге десе яшауда тебенді орынласып, қайдам жүрегіне яқын сүйген кеспесін сайылап, яшауда тебенді орынласып болу өтпеге, соң қайдам айел жүздігі да сөйткен заманда. Міне Аллах айтса, мұғай халқыңа айтта сағынуларыңды яс еуқа бөтінді. Міне өзіңді яс адамдарға, өзіңмен де яс адамдарға. Ясарға мен айттым келеді. Неге десе оқу тасама ярамайды. Мен бірнеше адамдарды көрген, қайсылары ішкі заманда оқуын әрі біліп, соң өскенде тасақ қойған. Адам нетседі оқуға қарау керек, тасама оқуды ярамайды. Оқу адамда бек керек яшауда. Алина, енді міне қайтып ойласын, яшауда адам етімісті болар үшін не зат береді? Адам біріншілей өзіне қарау керек. Басқаларды күліп отыру керек то. Өзінің оқуына қарап, өзін әрі үйретіп, халықтан солай яшау керек. Салыстырып болмайды, иә? Мектепте оқыған елларда қайдай яратушылық конкурсларда қатынасып тұрғасын? Мен баратан олимпиадаларға, математикадан, английскийдан көп проекттарда участвовать еткем. Литературадан, олимпиададан шыққам районға дейін. Машалла. Онан соң өнершілікпен жатпан кәрлеріндей амал болғаным? Қайдам биюмен, еріман, суретлеумен, ятлау язумен сөйткендей? Мен алдым ятлаулар язатанын, ама қойған едім. Не себептен қойдың? Білмеймші. Бір желание тапқа. Ноғай тілді язатаның? Yok, орысшалап язатаның. Бұңынды орысша айтқан заманда вдохновение көңіл келмейм, сенде бір ярасық табиатты көрсең, көңілің ары болса, қайдан бір қуанышың көп болса, язбаға тартылмайсың ма? Бір-бірді тартылам, ама озат тез кетіп қалады. Язбасаң кетеді, иә көңіл? Кетіп қалады.
Мен недесе өзім шайырмын, 3 кітап шығарғанмын, ятаулар менен эмір билет, сөйлей Алла кайтса енді алдыда шия кітаптарым бар. Міне эмірдің анасы Мукминат Отайвалиева сау болсын, Ноғайдың белгілі суретшісі, мага кітабымға ярасып сурет етіп берді. Міне Алла қайтса, егер дейін мен деп ойланамын, әрбір адамның жүрек түбінде толқиды поэзия, яратушылық болсын, поэзия болсын. Сөйткен заманда сен яшауда экономисттің кеспесін, юристтің кеспесін, я да медицина түрлі тармақтар сайласаң да, сен ынтылма боласың ма? Бос заманыңды жібермеге поэзияға, Ноғай поэзиясын өйрендіруге. Боламын деп ойлаймын. Ама заман көрсетер деп ойлаймын. Заман несін болса шы жазбаулар еді, ятаулар нелер. Ноғай поэзиясында ең дебек сүйген шайырың кімді? Кадрия. Кадрия. Өзім Кадрия мектепті оқып бітіргем. Өзім Кадрия. Кадрияның қайдай бір ару белгілі ятлауын білесің, есімде болғандай айтқандай? Ноғай ердің ақында. Ана деген яшауда қайдай орында тұтады? Ең бірінші. Неге десе, ана дүнияға ян ендіруші. Ана бізді тапқан, ана бізді өстіреді, бізге қарайды, эдапу етіп үйретеді бізді. Машалла. Енді ата-анаңа, қардаш қауымыңа разылық білдіріп айтты? Мен 100 бал алғанына, мен ойлаймын атаман анам шалысқан деп. Неге десе, олар қарайтан еді. Йодың басына алып, мен 11-ші классқа түскен алып, оларма айтуды еді. Экзаменларыңда ару беру керек. Сен нетсенде шалыс, басқаларға қарама, сен өзің оқуыңға қарасаң болады. Машалла. Сау болсыңдар.